Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Жасик достар. Достар, видеоның атын көріп отқандарыңыздай, бүгінгі видеода біз қалай настройка жасауды үйрететін боламын. Достар, видео бастамастан бұрын лайк басарына тіркеле кетеміз достар, және де достар, каналға 1000 подписчик болды достар. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Әрі қарай дамуды жалғастырамыз достар. Сол себепті лайк басарына тіркеле кетеміз. Алыншы достар, көп сөйлей бермей, біз видеомызға кеттік. Ең бірінші кезеңімізде обзор түрі. Обзор түрлері, яғни чувствительность түрлері әр телефонға әр қалай болып келінеді. Яғни iPhone телефондарына обзор аз болса, Android телефондарына ол бізде үлкен, яғни көбірек болады. Так, достар, мен дәл қазір қалай настройка жасауды үйрететін боламын. Көріп отқандарыңыздай, менің обзорым 0. Яғни 0-ден жоғары қарай көтеріп, мен қазір өзімнің настройкамды табатын боламын. Көріп отқандарыңыздай, менде қазір чисто майонез болып жатыр, яғни тела болып жатыр. Ал мен кішкене 15 обзорды қосатын боламын. Ал көріп отқандарыңыздай, кішкене кнопка көтеріліп жатыр, бірақ соңында да бізде тела, яғни қайталдан 15-ті қоссам 30, яғни уже чуть-чуть көтеріледі, бірақ соңында да тела. Мен тағы да қосамын, яғни бізде 45. 15-15-тен қосып отыратын боламыз. Уже бізде достар кішкене кнопка басына дейін апарып жатыр. Ал енді достар, сразу біз 60-қа апаратын боламыз. Яғни 60 уже бізде нормаль, чуть үлкенірек болады. Көріп отқандарыңыздай достар, бізде уже хедшоттар кетіп жатыр, нормально, бірақ сонда да кішкене тела бар. Кішкене қосамыз 5%. Опа достар, міне. Көріп отқандарыңыздай, мен өзімнің настройкамды тапқан сияқтымын достар. Көріп отқандарыңыздай, чисто хедшоттар кетіп жатыр. Достар, көрдіңіздер ма? Достар, барлық телефондар осылай настройка жасауға болады достар. Яғни көріп отқандарыңыздай, біз 0 обзордан бастап, яғни 0 обзордан бастап 15% немесе 10%-тен қосып отырып, яғни осы манекендерге атып отырып достар, өзіміздің настройкамызды жасауға болады достар. Достар, осылай өз телефоныңызға настройка жасауға болады, бірақ ескере кететін бір нәрсе бар. Яғни ол достар, өзіңіздің настройкаңызды жасадым деп любой бір каткаға, рейтингқа немесе ранға кіріп кетуге болмайды. Өйткені ол обзор түріне сіз әлі үйренбедіңіз. Сол себепті барынша көп тренировка, атысып, ультиматум досыңмен атысып, 4x4 Катарина, анау комта ойнау қажет. Яғни қолыңызды сол обзор түріне үйрету керек. Сол кезде полный, full сол обзор түріне қолыңыз үйренетін болады. Қолыңыз, көзіңіз, миыңыз, полный барлық затыңыз үйренетін болады достар. Сразу катқа кіріп кетпеу керек. Сол маңыздысы. Тек үйрену керек сол обзор түріне. Екінші кезең кнопка размері. Ал екінші достар, біз өзіміздің кнопка размерімізді бірінші айтып кеткендегідей чувствительность, яғни обзордың размеріне қарай қоятын боламыз достар. Өзіңізге ыңғайына қарай. Ал достар, оны қалай біз кнопкамен хедшот береміз деген достар, ол да тоже үйрену қажет, көп тренировка жасау керек. Сол кезде нәтиже шығады. Сразу барып катқа кіріп хедшоттар беріп кете алмайсыз достар. Өйткені ол обзор түріне, яғни кнопка түріне барлығына үйрену қажет, тренировка жасау қажет. Алыншы достар, барлық мен өзімнің қолданып жүрген методтарымды, яғни тәсілдерімнің барлығын айттым. Өзім осылай настройка жасаймын достар. Видеода көріп отқандарыңыздай, кішкене хедшоттарда әдемі көрініп жатыр. Міне көріп отқандарыңыздай басына бере саласың болды достар. Достар, осыны үйрену керек. Сіздерге де осылай күнде хедшоттар беріп, кәдімгідей ойнауға көмектеседі достар. Ал ендеше достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, өз ойыңызды комментария жаза кетеміз достар. Осылай тіркеліп жүрсеңіздер достар, мен күнде мықты видеолар, осындай видеолар шығарып отыратын боламын достар. Ал ендеше достар, келесі кездескенше.